Сәлеметсіздер ме, құрметті менің көрермендерім? Бүгін осындай керемет дәмді диеталық торт жасаймыз. Бұған ешқандай да ұн қосылмайды. Барлық заттарды алдын ала дайындап аламыз. Жасалу жолы өте оңай және тез дайын болады. Ол үшін бізге 2 банан, 2 жұмыртқа, разрыхитель, 2 ас қасық сұйық май және де какао қажет. Енді осылай торт жасайтын ыдысымызды дайындап аламыз. Осының үстіне бананның қабығын аршып, майдалап турап аламыз. Видеоның соңына дейін көріңіздер. Сіздер де дайындап көріңіздер. Ұнап жатса, міндетті түрде пікір жазыңыздар. Және де каналға тіркеліп алыңыздар. Күнде жаңа рецепттер салынып жатыр. Қазақша каналдың дамуына қолдау көрсетіңіздер. Екінші бананымызды қабығын аршып, осылай майдалап турап аламыз. Енді осының үстіне 4 ас қасық какао саламыз. Енді осының үстіне 2 жұмыртқаны жарып саламыз. Енді келесі кезекте разрыхитель саламыз. 2 шай қасық саламыз. Кішкене қасықпен. Үстіне 2 ас қасық сұйық май құямыз. Енді қасықпен бананды осылай езіп аламыз. Езіп болдық. Енді миксермен араластырып шығамыз. Сол кезде қамырымыз біркелкі әдемі болып шығады. Пешті алдын ала тығып қыздырып қоямыз. Араластырып болдық. Осындай қою болып шығады. Енді пергамент қағазын төсейміз. Торт пісіретін қалыптың жан-жағын майлап шығамыз. Енді осының үстіне майлап болған соң қамырымызды құямыз. Тортымыз қамыры құйып болдық. Енді 180 градуста қызарғанша пісіріп аламыз. Торт піскенше бетіне жағатын крем дайындап аламыз. Бетіне сгущенка жақсаңыздар да болады. Енді сгущенкамен өте әдемі кетеді. Менде қазір сгущенка жоқ, сондықтан 1 ас қасық сүтке 1 ас қасық какао қосып араластырамын. Және де кішкене сұйық май құйып жіберемін. Міне дайын болды. Торт пісіп дайын болды. Торттың піскен-піспегенін таяқша тығып көресіздер.
Енді осының үстіне жаңағы дайындап алған сиропты жағып шығамыз. Бетін өз қалауларыңызша сәндеулеріңізге болады. Мен бетіне осылай шоколад сеуіп шығамын. Жаңғақ сепсеңіздер де болады. Міне дайын болды. Шетіндегі майда үгітінділерін бетіне сеуіп шықтым. Осымен тортымыз дайын болды. Видеоның соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Ас болсын. Өте жұмсақ болып шығады.